Ішімлік суы үшін анық хисап-кітаппенен әмелге асырылған төлем тұтынушы һәм тәминатчы арасында мөнәсәбәтлерді бекемлейді. Тәминаттағы үзілістердің алдын алуға жәрдем етеді. Төлемлер екі ұсулда әмелге асырылады. Біріншісі адам басына белгіленген тариф. Екіншісі су есаптағыш арқылы анық тұтыну көлемі. Қарақалпақстан Республикасында ішімлік су тармағына жалғанған Ақаба су қызметінен пайдаланушы тұтынушылар су есаптағыш орнатылмаған болса, бір адамға айына 70.078 сум төленеді. Өзбекстан Республикасы Министрлер Кабинетінің 2013 жыл 6 ноябрь 300 салды қарарына муафық, су есаптағыш орнатылмаған шаңырақта төлемлер үшін 1,5 есе коэффициент қолданылуы менен 75.117 сум болады. Демек, бір адамға айына ішімлік су үшін 75.117 сум, ал Ақаба су қызметі менен 98.730 сум төлем әмелге асырылады. Ал 5 адамға жәмі 493.650 сум болады. Енді су есаптағыш орнатылғанда қанша пұл тежеуді есаплап шығамыз. 5 адамлық шаңырақ үшін бір айда орташа 15 метр куб су сарпланса, ішімлік суына 70.560 сум, ал Ақаба су қызметі менен 103.740 сум құрайды. Шаңырағыңызға су есаптағыш орнатылғанда 389.910 сум тежеледі. Суыңызды тежеу арқылы келешегімізді асырайық.